Қайырлы күн, YouTube достарым. Бүгін біз жемістерден және жүзімнен салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 дана алма, 150 грамдай жүзім, 2 банан, 2 мандарин және де айран қажет болады. Дүкеннің айранынан алдым. Енді жемістерді жақсылап жуып алған соң, оларды осылайша видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақтап турап аламыз. Турап алған жемістерді ыдысымызға салып отырамыз. Енді алманың біреуін қабығын ашсақ, екіншісін ашмаймыз. Ашпастан оның қызыл түсімен тураймыз. Салаттың реңі әдемі болу үшін. Алманы жақсылап турап алған соң, біреуінің сыртын ашып, біреуінің сыртын ашмастан, оны туралған алманы ыдысқа саламыз. Одан кейін алмұртымызды дәл осылайша етіп, алма кескендей етіп, оны да ұсақтап, төртбұрыштап, турап, ыдысымызға салып аламыз. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, ендігі кезекте мандаринді сыртынан, қабығынан аршып, ақ жіпшелерінен тазалап, енді оны 3 немесе 4 бөлікке бөліп, оны да табағымызға саламыз. Ыдыстың ішіне туралған жемістерге тола бастайды. Мандариннен кейін бананымызды да осылайша қабығынан ашып алғаннан соң, оны да ұсақтап, төртбұрышты етіп тураймыз. Бананнан салаттың бананы көбірек болғаны дәмдірек болады. Өйткені банан кальцийге өте бай. Бананнан соң жүзімді, жуылған таза жүзімді осылайша бір-бірлеп ыдысқа салып, үзіп-үзіп салып шығамыз. Ал ендігі кезекте дүкеннен алған қаймақтан 2 қасығын қосамыз. Одан соң биотсы деген айраннан қосамыз. Қызғыштау түс екен. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан соң, үлкендер де, кішілер де сүйсініп жейтін салатты ыдысымызға салуға болады. Енді үйдегілердің баршасын қуантып, осындай салат жасап беріңіздер, менің видеома қарап. Ал егер де менің видеом ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Тіркелмеген ханымдар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар, мен қуанып қалар едім. Баршаңызға сәттілік, қайырлы күн болып өтсін. Видеоны соңына шейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, сау аман болыңыздар. Салаттарыңыз дәмді болсын.